Атырау облысы ішкі саясат басқармасы, Атырау қаласының жастар ресурстық орталығы және Атырау облысы полиция департаментінің бірлесе ұйымдастыруымен заң және тәртіп тақырыбының аясында 21 ғасыр көшбасшысы интеллектуалды сайысы өтіп жатыр. Жалпы бұл жерде жоғары сынып оқушылары, 10 және 11 сынып оқушылары қатысушылар, үздік деген осы біздің қаламыздағы мектеп президенттерінен құралған қатысушылар десек болады. Менің дайындығым өте жоғары деңгейде. Бұл дайындықты маған бір апта бұрын ескертті. Бұл сайыстың маңыздылығы қазіргі жастардың келешекке дұрыс бағдар беруі деп ойлаймын.